Қанаттың өзі ат қанат болғаннан кейін бұрынғы ерке құсым, бақ құсым, құс туралы ән айтады өзі. Дегенменен Қанат пен Әсем біздің Торғайдың тумасы, екеуі кішкентайынан өнер мектебіне бірге барған екен. Сонда ұстаздар айтады екен, екеуің дуэтпен ән айтыңдар деп кішкентай кездерінде. Болат Хамзин ағамыздың «Ұялмашы қалқатай» деген әнін айтыңдар десе, екеуі ұялады екен. Құдай да шебер ғой. Енді қараса, екеуі ұялмай үйленіп алды. Қазір берекелі отбасы, берекеде тұрып жатыр. Өзіміздің өңірге келетін болса, Қаржауовтар отбасы бар. Осы кештің төрінде Жолымановтар отбасы отыруы деймін. Біздің Торғай, Қостанай өңірінің мәдениетін өркендетіп жүрген алдыңғы толқын ағалар. Осындай алдыңғы толқын ағалардың, апалардың отбасыларының ізін жалғап келе жатқан жас толқындар бірегей Қанат, Әсем, Асқат, Дидар, Шыңғысовтар. Осы 2 жыл өтінеге өздерінің ән кешілерінде елді мекенді аралап жүр. Біздің Торғай, Қостанай өңірінің сазгерлерінің, ақындарының сөзіне жазылған әндерді өздеріңізге ұсынып, елге насихаттап жүр. Бұл да бір үлкен еңбек, бұл да бір үлкен ізденістің бірі деп білеміз ағайын.